Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Мира. Бүгін сіздерге қарапайым ұннан әсел пеште және де бірінші рет жасағаннан ақ керемет болып шығатын макаронидің рецептін ұсынамын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріңіз. Ең алдымен ұнымызды електен өткізіп, үстіне сахарный пудрамызды қосып, жақсылап араластырып, бір шетке алып қоямыз. Енді бөлме температурасында тұрған ақуызымызға альбуминді салып, екеуін жақсылап кемі 4-5 минут араластырып аламыз. Кейін аз-аздан шекерімізді қоса отырып, тағы да 4-5 минут аппақ ағарғанша миксерлейміз. Міндетті түрде таймер қойып қойыңыздар, сол кезде макароныларымыз жақсы шығады. Міне осындай масса болу қажет. Енді ұнымызды бәрін бірдестен салып тастауға болмайды. Міндетті түрде 2-3 бөлікке бөліп саламыз. Ақуызымыз басылып қалмас үшін осындай асты, үсті қылып жақсылап араластырамыз. Мін дәл видеодағыдай араластырыңыздар. Міндетті түрде осындай жақсылап барлығы бір келке болғанша жақсылап араластырамыз. Енді кез келген краситель қосып, өздеріңіздің қалауынша түстерін таңдап істесеңіздер болады. Достар, макаронды міндетті түрде тефлоновый коврик, не болмаса өзінің арнайы ковриктер болады, сондайда пісірсеңіздер юбочкалары жақсы шығады. Міне біздің дайын болған массамызды одноразовый мешокқа салып аламыз. Насадка болу шарт емес, бірақ насадкамен жақсы шығады. Дайын болған макаронымызды 1-1,5 сағат бөлме температурасына қойып қоямыз. Бетін ұстап көресіздер, сол уақытта беті қату керек кішкене, және де ұстағанда ешқандай қолға жабыспау қажет. Қызып тұрған 130-140 градуста 5-10 минут пісіреміз. Одан көп ұстауға болмайды. Міне достар, дәл видеодағыдай жасайтын болсаңыздар, бірінші жасағаннан ақ осындай керемет болып шығады. Бұл макаронстарды жесеңіздер де болады, және де тортқа декор ретінде пайдалансаңыздар да болады. Осындай қарапайым ұнмен жасап, ең алдымен қолымызды үйретіп алсақ болады. Кейін миндальный мукаменен жасай берсеңіздер де болады. Міне достар, кремнің толық рецептін описание бөліміне қалдырып қоямын. Міндетті түрде макаронымызды жабық контейнерде бір түн тоңазытқышқа салып қоямыз. Кейін барып пайдалана беруге болады. Міне достар, біздің макароны печенкаларымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер менің видеоларым сіздерге қызық болып және де ұнап жатқан болса, каналға тіркеліп қойыңыздар. Алда көп деген қарапайым рецепттермен бөлісетін боламын. Ас болсын!